Сәлеметсіздер ме балалар? Қандай тақырып өтетінімізді білу үшін алдымен экранға назар салайық. Суреттерде не көрсетілген? Екі сурет берілген. Бірінші суретте екі жағдай берілген. Бірінші жағдайдағы адам барлық ережені бұзып отыр. Компьютермен жұмыс істеу барысында қалай отыру керектігін білмейді. Яғни отырған үстелі мен орындығы өзінің физиологиялық ерекшелігіне сай емес. Физиологиялық ерекшелік дегеніміз бойына сай емес. Аяғы жерге толық жетіп отыру керек. Және үстелдің биік болғандығынан монитор көз деңгейінен биікте орналасқан. Монитор адамның көзінің деңгейімен бірдей немесе одан төмен орналасады. Егерде төмен орналасқан жағдайда мониторды не ноутбуктың экранын шалқайтып қоямыз. Адамның беті мен монитордың беті бір-біріне параллель орналасу керек. Ал адамның көз қарасы монитордың ортасына перпендикуляр болу керек. Қарағанда арқаны тік ұстап отыру керек, бүкіреуге болмайды. Қолдар шынтақ тұсынан 90 градус шамамен бүгіліп, көтерілмей, дүп түзу столда бос жату керек. Тінтуірді, пернетақтаны ұстаған кезде қолдар бос болу керек. Аяқтар тізенің тұсынан 90 градус шамамен бүгіліп, жерге толығымен адамның табаны жанасуы керек. Енді келесі екінші суретте қанша қашықтықта отыру керек жазылған, қанша бұрышпен. Бұл жерде 50-60 сантиметр. Енді қашықтық бұл монитордың диагоналіне байланысты. Егер диагоналі 15 болса, онда 50 сантиметрден 50-60 сантиметр. 17 болса, 60-70 сантиметр. 19 болса, онда 70-80. Егер 21 болса диагоналы, онда 80-нен 100-ге дейін ара қашықта тұру керек. Яғни монитор үлкен болған сайын одан алыстау отыру керек. Енді келесі суретті қарасаңыздар, 4 түрлі сурет берілген. Бірінші адам ғана ереже сақтап отыр. Яғни монитор мен адамның беті параллель, көз қарасы монитордың ортасына перпендикуляр түскен, монитор адамның көзінің деңгейімен бірдей, арқасы тік, қолдары шынтақ тұсынан бүгілген, дүзу жатыр үстел үстінде, аяқтары тізе тұсынан бүгіліп 90 градус шамамен еденге толық тиіп тұр. Енді екінші адамды көріп отырсыздар, қандай ережені бұзып отырғанын. Сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыздың аты эргономика ұғымы. Эргономиканы өздерің түсініп отырғандай, нені зерттейтін ғылым екенін біз топшылағандаймыз. Яғни эргономика бұл адамның денсаулығына зиян келтірмей, еңбек өнімділігін арттыру үшін жұмыс орнын тиімді ұйымдастыруды зерттейтін ғылым. Сонымен қатар, терезеден түскен табиғи жарық мониторға тікелей түспеу керек. Яғни монитордың беті күн сәулесіне қарамау керек. Монитор жарықты қажет етпейді деген сөз емес. Қараңғыда мониторға қарауға болмайды компьютерге. Міндетті түрде жарық керек. Табиғи жарық, жасанды жарық. Бірақ жарық сәулесі тікелей жарқырап монитордың бетіне түспеу керек. Тағы бір ереже 6-шы сынып оқушылары үшін 30 минуттан кейін міндетті түрде жаттығулар жасалу керек. 30 минуттан артық компьютердің алдында тұрмай отыруға болмайды. Тұрып жаттығу жасап, міндетті түрде көзге жаттығу жасау керек. Көзге жаттығу жасаған кезде көзден міндетті түрде жас шығуы керек. Көзден жас шығару үшін көзді 50 санағанша жыпылықтатамыз. Келесі 50 санағанда көзді жұмбай ашып тұрамыз. Сол кезде көзден жас шығуы керек. Көзден жас шыққан кезде көздің қабықшасы суланып, құрғап кетуден сақтайды. Ұйымдастыру.
мысалға адам жұмыс барысында қолданатын құралдар, нысандар, олардың орналасуы, дұрыс орналасуы, ыңғайлы орналасуы, денсаулыққа зиян келтірмеу жағын эргономика ғылымы зерттеп, есептеп, арнайы ережелерді шығарады. Бізде мысалға қоршаған ортада жұмыс жасаған кезде қанша температура болу керек? Жәнегі өзіміз айтқан отыратын үстеліміз бен орындықтың биіктігі біздің физиологиялық ерекшелігімізге сай қандай болу керек? Монитор мен адамның көзінің арақашықтығы неше сантиметр болу керек? Бұның барлығын есептеп, зерттеп, эргономика адамдарға арнайы ережелер дайындап береді. Ол ережелерді міндетті түрде сақтануы керек. Себебі денсаулық керек, еңбек өнімділігі керек. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Төмендегі жаттығуларды бірінен кейін бірін деңгей бойынша орындай берулеріңізге болады. Сау болыңыздар.